Ассалаумағалейкум, қайырлы таң болсын. Аптаның басы сәтті басталсын. Барлықтарыңыз жұмыстарыңызға береке берсін. Жұмыс демекші, құрметті достар, мен қазір Алматы қаласына келген болдым. Осы Алматы қаласынан өзімнің бір ісімді, өзім жұмысын бастаған болдым. Сол себепті қазіргі таңда маған срочно өте қатты прямо жұмысшылар қажет болып тұр. Ал достар, тренировканың барлығын жасап, завтрагымды жақсылап ішіп, киімдерім барлығын жинап, чемоданмен жолға шығып бара жатырмын. Қайқа деп ойлайсыздар? Сіздер ойларыңызды жазып кетіңіздер. Қандай жұмысшылар? Ана ЖК-лардың ішінде подъезді тазалайтын, подъезд жуатын апайлар болса егер, және де бір кісі садовник қажет, шөп шалаң, сондай тал дегендерді түсінетін, білетін адамдар болса, Қалқаман Ташкентскийға жақын шұғыланың жанында жазыңыздар. Концертті аман-есен аяқтап шықтық. Енді өте керемет. Мен жаңағы сторисқа түсіргендерім барлығын салуға тырыстым. Постқа да салып үлгердім, рилсқа да салдым. Көбінесе сол телефонды қарамай, тек қана назарым барлығын сол концертке арнадым. Енді энергиясы мықты, шаршамайды. Бүгін таңертең, нервім ойнап төбелесіп ояндым. Кіммен төбелестім десеңдер, нәпсіммен төбелестім. Өйткені нәпсім маған айтады: Нұрдәулет, қанша күн болды? 2 күн болды ғой, дұрыс ұйықтап жатқан жоқпыз, давай жата тұрайықшы, анау мынау деп ыңырсып жылайды ол мағанша. Нифига, анау мынау тұру керек, тренировка істеу керек деп өз-өзімді мешок сезініп кеттім. Екеуміз қырылысып, төбелесіп жатып, жағынан бір теуіп айналдырып, Гүл қалатсам болады, кәдімгідей күшті демалып қайттық концерттен. Сол адам көп болды, енді біз VIP зонада адам аз болатын шығар деген сияқты болды да, бірақ бәріміз бүйтіп тығылысып тұрдық қой. Солай көп жаңағы медийный адамдарды кездестірдім. Таныстар дегенде енді мен сырттан ғана танитын, бізді танитындарды кездестірдім. Ал біздің қатысушыларын ешқайсысын кездестірмедім. сөйтіп зорға дегенде тұрып, тренировкамды істедім. Қазір тренировкамды аяқтап, сөйтіп өзім продукттарымды алып келе жатырмын. Қазір завтрагымды ішіп аламын да, сосын бір жаңалықпен бөлсем сіздермен, өте керемет тоже. Солай, нәпсілеріңізді жеңіп жүріңіздер. Әрине білемін, нәпсісін жеңген палуандар жоқ, но анда-санда болса да хотя бы жеңіп тұрған дұрыс. Удачи!